Сәлем оқушылар, қалайсыңдар? Бүгін сендермен English Plus-тың English Plus Excel кітабының 92-ші бетіндегі тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Сонымен бастаймыз. Мына тақырыпқа оралмас бұрын мына жердегі сөздердің аудармасына назар аударайық. Бастадық. Provide with қамтамасыз ету. Каналға тіркеліңдер балалар, комментарийге рахмет деп жаздыңдар, иә? Nutrient қоректік зат, carbohydrate көмірсу, store сақтау, muscle бұлшық ет, fuel энергия көзі, жанар, ағза үшін күш қуат, protein ақуыз, repair қалпына келтіру, in good shape жақсы формада болу, жақсы күйде болу, dehydrated сусызданған, sugary қанты сусын. Енді бірінші тапсырмада саған айтады, look at the it will play name of the food drinks on this which of them you would drink most дейді. Былай екіге бөліп қой дейді. Бастадық. Fruit, vegetable оларға apple, banana, orange, tomatoes жатады. Stretchy foodқа bread, pasta, potatoes жатады. Dairy foodsқа яғни ұн өнімдеріне bread, pasta, potatoes. Сүт өнімдеріне milk, cheese яғни сүт, сыр. Food height in fat sugar яғни қанты көп тағамдарға cake, sweet, chocolate. Протеин ақуызы көп тағамдарға fish, eggs, meat жатады. Енді жауабы I eat fruit, vegetables and dairy products often. Мен көкөністер, фрукты жеймін күнделікті өмірде көбірек дейді. Екінші тапсырмаға келдік. Which foods drinks give us a lot of energy? Which ones keep our muscles strong? Яғни қандай түрлі тағамдар біздің денімізді сау етіп энергия береді. Бастадық. Energy food бізде structured food ол bread, pasta, potatoes. Ұн өнімдері bread, pasta, potatoes. Ал keep us strong бізді мықты қылатын ол protein food, протеин ақуызға толы тағамдар. Ол meat, fish, egg, milk болады екен. Үшінші тапсырмаға келдік. Балалар үшінші тапсырмада сендерге өте оңай тапсырма берілген. True, false бастадық. Каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазуды ұмытпаңдар балалар. Бастадық. Sports help you stay fit and healthy. Спорт саған көмектеседі, дені сау және шымыр болуға. True. Certain sport require certain books дейді. Ол doesn't say, иә. Үште sugar and bread strengthened and athlete's muscle. Ол false. Correction. Protein food strengthened muscles. Яғни протеинге толы тағамдар бұлшық етке көмектеседі, ал қант пен нан бұлшық етке көмектеспейді. Eat meat helps athletes to have energy. Ол false. Яғни ет атлеттерге энергия береді дейді. Дұрысы carbohydrates give energy екен. An athlete mustn't drink and any drink exercise дейді. Ол false. Яғни ешқандай атлеттер су ішпеу керек дейді. Жаттығу залында ол false. Атлеттер су ішулері керек, жаттығу жасап жатып дейді. 6. Drinks that contain sugar can destroy your teeth. Яғни қанты бар тағамдар сенің тісіңді бұзады дейді. Ол doesn't say, иә. Ол туралы, тіс туралы вообще текстте айтылмаған. Балалар, сабақ ұнаса каналға тіркеліңдер, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Енді сендерге текстің аудармасын оқып берейін. Бастадық. Спортпен айналысу және физикалық белсенділік денсаулық сақтаудың жақсы жолы. Сонымен қатар ағзаға қажет барлық қоректік заттарды беру үшін дұрыс және теңгерімді тамақтану маңызды. Нан және макарон сияқты көмірсуы бар тағамдар энергияның тамаша көзі. Көмірсуы бар тағамды жеген кезде ағза оны бұлшық еттерге сақтайды. Бұлшық еттер көмірсуды өздерінің отын энергиясы көзі ретінде қарастырады. Қаншалықты көп жаттығу жасасаң, соншалықты көмірсу қажет болады. Ет, балық және сүт сияқты ақуызға бай тағамдар да энергияның жақсы көзі болып табылады. Олар бұлшық еттердің өсуіне және қалпына келуіне көмектеседі. Спортшылар бұлшық еттер мен сүйектерін жақсы күйде сақтау үшін ақуызы көп тағамдарды тұтынады. Drinks for sport. Спортпен айналысқанда жеткілікті су өте маңызды, әйтпесе ағза сусызданады. Қанты сусындардан аулақ болу керек. Жаттығу жасайтын адамдар үшін су ең маңызды сусын. Жаттығуды бастамас бұрын су көп іш, жаттығу кезінде қолында сусын болсын, жаттығудан кейін де жеткілікті су іш дейді. Балалар, сабағымызды каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Мына жақта 93-ші беттің жауабын айтатын боламын. Goodbye, have a nice day.